Сәлеметсіздер ме? Бұл әне Innovators командасы және бұл бізде ысырап атты экологиялық жоба. Бізді Мұхаммед Қонаев атындағы Беномск мектеп-лицейінің 11 оқушыларымыз және осы экологиялық жобаны ертеңгі біздің қазақстанымыз үшін ұсынғалы жатырмыз. Алдымен жобаны таныстырмас бұрын осы біздің команданы таныстыра кететін болсақ, біздің команданың аты әне Innovators. А әрпі бұл бізде Альбина, Н әрпі бұл жерде Нұрдәулет, Е әрпі бұл жерде Элдарды білдіреді. Біздің командада 4 адамнан тұрады. Жетекшіні қоса алатын болсақ, Үмбетжан Бота, ол бізде биология педагог эксперті, және капитаны ол мен, Нұрмұхан Нұрдәулет, және екінші және бірінші қатысушылар ол Абдалова Альбина және Надиров Элдар. Біздің жобамыз органикалық қалдықтарға негізделген. Оның ішінде бізде тамақ қалдықтары болып табылады. Әлем жыл сайын шамамен 1 миллиард тонна жеуге жарамды азық-түлік тасталады. Бұл тұтынушылар қолжетімді барлық тағамның шамамен 19%-ын құрайды. Осы мәселені біз негізге ала отырып, біздің мектебімізде кішігірім тәжірибе өткізген болатынбыз. Біз 1 және 4 сынып аралығындағы тегін тамақ қамтамасыз ету бағдарламасының қамтылғанын білеміз. Эксперимент нәтижесінде бізде 1600 оқушыға 880 кг тамақ кететін болса, оның 30%-ын артық шығын ретінде, ода 264 кг. Оны сабақ күндеріне көбейтетін болсақ, бізде бір айда 6 тонна артық тамақ қалдықтары пайда болады екен. Осылайша біздің жобаның негізгі мақсаты және оның артықшылығына келетін болсақ, біздің жобаның мақсаты органикалық тамақ қалдықтарын азайту, тамақ қалдықтарын қайта өңдеу арқылы артық қоқыс шығармау, мектеп, балабақша секілді аймақтарда органикалық қоқыстың дұрыс сұрыпталуын насихаттау. Ал жобаның артықшылығы ол органикалық қалдықтардан жасалған егіншілікке қолдануға арналған таза тыңайтқыш, органикалық қалдықтардан қалыптасқан үй жануарларына арналған жемдер жасау, артық қалдықтарды минималды түрде азайту мүмкіндігі, ерекше сұрыпталу жүйесі болып табылады. Бұл қалай жұмыс жасайды? Біз оған тамақ қалдықтарын лақтыру арқылы, оны жасанды интеллект камерасы сканерлеп, оны қай қоқыс түріне жататын анықтайды, яғни органиканы бөлек және неорганиканы бөлек және жемге арналған органиканы бөлек жинайды. Бұл бізде жобамыз бірнеше сатыдан тұрады. Бірінші саты ол сканерлеу, екіншісі кептіру, үшіншісі барабанның арқылы ұсақтап турау және төртіншісі біздің дайын өнімді шығару болып табылады. Сонымен қатар бұл жобаны автоматтандыру барысында біз бизнес моделін ұйымдастырған болатынбыз. Бұл бізде органикалық қалдықтардан жасалған табиғи тыңайтқыш және органикалық заттардан жасалған зиянсыз тауықтарға арналған немесе үй жануарларына арналған жемдер және біздің жәшігімізді жалға беру сияқты жобалар арқылы біздің жобамызды автоматтандыру және өзін-өзі қаржыландыруды насихаттаймыз. Бұл біреудің көзіне кішігірім мәселе болғанымен, шын мәнінде ол үлкен мәселенің бірі болып табылады. Осы мәселені шешу арқылы біз қаламыздың, тіпті осы біз мемлекетіміздің экологиясын жақсарту бойынша көптеген жоспарларымыз бар. Назарларыңызға рахмет.